Жалпы адамзаттың жақсылығына сену адамгершіліктің ең биік белгісі. Жақсылық жолында келе жатып жаман әдет көрсетпе. Іздесең табасың, алыссаң аласың. Дүние тану, білімге талпыну әрбір адамның есейген дәуірінен аңсап қараған түбегейлі ісінің бірі болып келеді. Егер бұл талпыну болмаса, әрбір адам білімге, еңбекке үңіле қарамаса, тек аңша қарын тойдырып, ұйқымен уақыт өткізсе, ешбір ілгері басу, өрлеу де болмас еді. Ұлтына, жұртына қызмет ету білімнен емес, мінезден. Адамның ең ұлы қасиеті бақытты болуға талпынуы. Көп сөйлеген мылжың шын сөзді аз айтады. Жалпақ әлемді аузына қарату үшін рухани ерлік керек. Жалпақ әлемге қысылмай, қымтырылмай қарау үшін рухани байлық керек. Қызғаныш таза мөлдір сезім. Заманға таң қалма, адамға таң қал. Дүние жеткізбейді ойласан да, жақсы артық әзілдесіп ойнасан да. Қазақтың болашағы аухаттылардың байлығынан емес, даналардың барлығымен есептеледі. Өз пайданды ойлама, ел пайдасын ойла, өз пайдан соның ішінде. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тез қолға түседі. Шала мейір, шала байқайды. Алда әлі күнді көре білетін ұрпақ келеді. Сол күнді көретін ұрпақ сендерді еске алатын болады. Бізді ризашылықпен, үлкен құрметпен еске алатын болады. Өкінбеңдер, күрес жолына түскендеріне өкінбеңдер. Адам адал отанын сүйеді. Адал ақ жүрекке отан анасындай. Отанның дегенін істеу қуаныш, мақтаныш. Отанға деген махаббатты, әсіресе біздегі махаббатты өлшеуге болмайды. Бірінді қазақ, бірін дос, көрмесең істің бәрі бос. Адамға ақыл керек, іс керек, мінез керек. Ауруды жаратқан Құдай, бірақ ауыртқан Құдай емес. Кім-кім қазіргі уақытта ана тілін, өзінің әдебиетін сыйламаса, бағаламаса, оны сауатты, мәдениетті адам деп санауға болмайды. Бұрын шын бар, бүгін шын, ертең шың бар, үш бөлек. Керегі жоқ бұлардың, бұзылмайтын шын керек. Батыр боп жауға найзан тимесе, батырлықтан не пайда? Бай болып халқына пайдаң тимесе, байлығынан не пайда? Еккенің тікен болса, орғанын балауса болмас. Алдыңғы жақсы артқы жасқа тәлім айтпаса, ел болғаның қайсы? Жауызға айтқан жақсы сөз суға жазған сертпен тең. Кей адамның ит ілгері достықты ұмытпайды, адал қызмет етеді. Ұл тәрбиелей отырып, халықты тәрбиелейміз, қыз тәрбиелей отырып, ұлт тәрбиелейміз. Жұрт әділ болмай, жұрт ісі оңға баспайды. Өмірдің екі тірегі үйренуден жалықпау, үйретуден аянбау. Өз ұлтын сыйламау, оны мақтаныш етпеу сатқындық. Шешен жігіт жол бастар, батыр жігіт қол бастар. Жұрттың көбіне ақыл берілгенімен, жүрек бәріне бірдей берілмеген. Жас мұраты білім, тәлім талабы, өнер оқу жастықтың қару жарағы. Жалпы адамзаттың жақсылығына сену адамгершіліктің ең биік белгісі. Еңбек етпесең, жиған білімін кәдеге жарамай, жатқан минерал секілді. Оның үшін аршып, асыл кенін жарқырау үшін еңбек керек. Қол мен ой қимылы қажет.